18 сабақ, дұрыс тамақтана біл. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сен адам ағзасына пайдалы және зиянды тағамдарды ажырата білуді үйренесің. Тірек сөздер: пайдалы тағамдар, сүт, көкөніс. Ақмарал: денсаулық пен ақыл-ойымыздың жақсы жетілуі үшін дұрыс тамақтана білуіміз керек. Біздің тағамымыздың құрамы ақуыз, май және көмірсудан тұрады. Сүт тағамдарында ақуыз көп. Ақуыз бұлшық еттер мен сүйектердің құрылыс материалы сияқты. Егер сенің тағамыңда ақуыз жеткілікті болса, сен тез өсесің. Суретте: ірімшік, ет, сүт, сүзбе, балық, бұршақ. Арман: май және көмірсу ағзадағы жасушалардың түзілуі кезінде қоректік заттың рөлін атқарады. Көмірсу өсімдіктегі азық-түліктерде кездеседі. Ол адам ағзасында ақуыз бен майдың дұрыс алмасуы үшін қажет. Жасуша өз бетінше тіршілік ете алатын ұсақ бөлшек. Көмірсулар мен майлар. Адам ағзасы көмірсулардан қажетті қор жинай алады. Егер ағзада көмірсу көп болса, адам соғұрлым төзімді болады. Тапсырма: суреттерге қара. Қандай тағамдардың құрамында көмірсу бар? Суретте: қант, көкөністер, нан, жемістер, кеспе. Ақмарал: май ағзамызға жылу мен күш-қуат береді. Ол бізге оқып, білім алуымызға көмегін тигізеді. Суретте: ірімшік, сары май, қаймақ, жаңғақтар, өсімдік майы. Арман: біздің ағзамызға минералды тұздар мен дәрумендер де керек. Жеміс-жидек пен көкөніс дәрумендерге өте бай. Сондықтан бұл өнімдерді біз жиі тұтынуымыз керек. Адам ағзасына зиянды тағамдар да кездеседі. Олардың құрамында май, тұз, жасанды тағамды қоспалар көпте, дәрумендері аз болады. Тамақтану пирамидасы. Сұрақтар: тамақтану пирамидасындағы тағамдарды зерттеп көрейік. Сенің ас мәзіріңде тағамның қай түрі көп, қай түрі аз болуы керек. Ағзаға зиянды тағамдарды еске түсіріп, оларды атаңдар. Пирамида құрылымы жоғарыдан төмен қарай. Өсімдік майы: сары май, тұз, қант, тәттілер. Ет, балық, жұмыртқа, сүт. Жеміс-жидектер. Нан және сүт ботқасы. Маңызды мәлімет: адам ағзасына дәрумендер жетіспегенде әлсіздік, ұйқышылдық, бас ауруы, терлегіштік, жүрек айнуы орын алады. Қорытынды сұрақтар: әрбір адам дұрыс тамақтану үшін өзіне қандай тағамның қажет екенін білудің маңызы зор. Адам тағаммен бірге қандай қоректік заттарды алады? Сен тұратын жерде ағзаға пайдалы қандай өнімнің түрлері өсіріледі? Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.